Кайырлы күн. Biz бүгін Шығыс Қазақстандағы Алтай тауларының ең биік нүктесі Мұзтаудың жанындамыз. YouTube'ға алғаш рет видео салуды жөн көрдім. Тақырыбы Мұзтауға апарар жол деген. Жолдағы ғажап табиғатты, қиындықтарды барлығын жеткізуге тырыстық. Көріңіздер, өте керемет болады. Алтайды өте барғандай. Бізге айы көріп шықты. Көлігіміз бұзылып 3 километр ойбай. сағал түгіл мұртта жоқ, шайтанды да. Ассалаумағалейкум достарым. Көптіре жалама өтіп жатырмыз. Алла қаласа жолға шығамыз. Banana özbek. Сапардамыз. Кадралы керек қой дұрын бәтсіру керек. Ол дұрын табыр өзі дұрыс шақырды да. Сіз өте апас адамсыз. Кәдімгі бір жақсы қаршы қой деген да. Бұл нәрсе келеді. Мына жерде Алматы екен. Егін кеп тұрған бар енді. Қарабұлақ деген ауыл. Жердеміз қазір. Бөлек екен енді. Кайф. Orada çok yer var ama. Karda karda. Yoldan aydattın mı? Hangi?
Қайырлы таң, қалайсыздар? Алла шүкір, қалайсыздар? Шүкір. Тамыз ағайдың шаңырағында таң ашқанда. Табиғат деген енді сойған ше. Дронның көзін бір көріп қайтамыз ба? Табиғат ертең ойнамай қалады. Рахмет қайнар бұлағын көрген кезде. Бұл пага. Бірінші көргенде. Бізге болады қазір шайда. Біздер қазір Терек деген ауылдамыз. Тамыз ұстазымыздың ауылы. Неге керемет жер. Таңғы асты шығып алдық Тамыз ұстазымен. Енді Құдай қаласа жолға шығуға дайындалып жатырмыз. Қараңыздар мына жерлерде. Осындай бұлақтар бар. Ауылдың жанынан өтіп жатыр. Әр үйдің алдынан да өтеді. Күшті, әдемі. Бүгін шамалы кеш оянып қалдым мен. Әйтпесе тәң құрай жеуге барам деген жоспар бар еді. Ештеңе етпес. Келесіде көрер жатармыз. Ауыл осындай. Ерекше ауыл. Біздің көліктер 4 көлігіміз осында. Ал Жоғыш көлік осында екен, 4-ші көлік анда. Неге көліктеріміздің жағдайы осылай. Exit, Jack, Exit. Алдында не? Біздің 4-ші көлік шығып келе жатыр. Болу керек нәрсе болды. Ана кел. Деп Франк кеп тұрмаңыз, алтайында өзіне бір қарадай адам қарағайда жақтылар. Это ол Франк деп қойды, жақты. Қайтқанда да келіп кете беріңіздер. Шаршап. Тағы жатырмыз. Қайырлы кеш. Біз қайда келдік деп ойлайсыздар? Біз бүгін Өскемен наш. Өскемендеміз. Қатон қарағай Құдай қаласы ертең. Алла қаласа.
Ассалаумағалейкум. Қазір біздің мына үйді көрсетіп шығамын. Короче, рум-тур ғой. Кіреміз. Осылай кіреміз. Қайда отырмыз? Так, біздің ағалар. 10 комната. Ой. Так, оң жаққа жүрген кезде мына жақта бір бөлме. Сыртқа шығып кетті ғой. Намаз оқыдың ба? Кірген жоқ па? Мына жақта екінші бөлме, мінекей жатын бөлме. Мына жақта үшінші. Төртінші бөлме. Короче, осындай. Келесі. Біз мына жақтан кірдік қой. Оң жақты көріп шықтық енді. Келіп жүрсек. Асхана ғой. Ой, тым жоқ қой. Кетіп емес. Гуша. Так, осылай. Адатын. Так, кірдік мына жақтан. Душ, туалет, қол жуатын орын. Так, мына жақ. Қонақ бөлме. Так. Қайсыздар? Келді екен қасы болса. Чайламай. Темір кеседі екен, бәрек берсін. Вот. Охо, неге. Мен орын бос жүрмеңіз. Енді құлай дейін ол. Күшті. Сол жақ қараңыздар. Ой, Әдемі ғой, осыны көруге келмеймін. О, қайырлы таң. О, күн шығып өтті. Неге біз тұрған үй осылай. Жиналып кетіп бара жатырмыз. Құдай қалса бүгін Қатамқарағайға барамыз. Неге біздің көліктер сахадай сай деп қоясың. Ағаш тұқымдар екен.
Oo, qanday jер mına? Hayırlı keş, jettik Bereli ауылына. Бүгін біздің түнейтін үйіміз. Мен естім бойынша ше, ана жақта бұлақ болып дейді басында. Бәрін абаламыз жоқ. Су алмау керек бұл жаққа. Су алмау керек. Evet. Tabii varınca? Varınca istiyorsunuz tamam. Sen şişken var mı? Son bir kateji olsun alsın. Öyle dedi ki çekişecek kateji mi? Так, сулар мында біздің баратын ладейіміз қайда екінші? Kettik değil mi? Bismillah. Sularda rıklı var. Biz tükürümüz. Lehus tükürümüz var, lehus tükürümüz var. Kendi kayda. Келдігін төрде отыр. Кен, Мұстауға кетіп барады. Бірінші басайын. Машинамен берсе бар, 40 таны білмейді ма, ұмытып қалдым бар. Қаракөл кетіп барады, Қаракөлге. Құдай қаласа Қаракөлдің ары қарай Мұстауға қарай жолға шығамыз. Енді жол деген өте қиын болғандықтан осындай машиналар болды. Керемет бір фотолар, видеолар көрсететін боламыз. Сіздер бірге болыңыздар. Түшімізге аю көріп шықты. Камераның артынан аю сіздерге қорқыныш болуы мүмкін. Бірақ та біраз оқиғалар болған екен. Аюлар адамдарды тырнап жеп, қинап, қасық сияқты өлтіре салмайды ғой. Мойнына тістеп, олар тырнап барып өлтіреді екен. Егер шықпаған жағдай болатын болса, арамыздан бір ағайымыз өзімді атам дейді. Оқшылар, қай ағайды атайды деп кетеді. Лайк басыңдар, лайк басыңдар. Ағай деп ойлайсыздар. Атына жазып береді. Айналды, жоқ маңызға деп берген жерде. Мына жаққа бар ма? Көлігіміз бұзылып, шамал ресторанға түсіп жатырмыз. Оталды. Оған дейін мына жердегі орманды бір аралап шықтық. Керемет көп. Иә, өте дұрыс айтады. Бәрі керемет. Сау болыңыздар. Қаракөл көлі. Иә, тереңдігі 6-7 метр екен, ұзындығы 3 метр. Бірақ ерекше, көрініс ерекше, өте әдемі. 3 метр? 3 километр, ойбай. Сондай болып тұрады камераның алдында. Ұзындығы 3 километр, егені 0,7 километр. Керемет жер. Көрдік, тамашаладық, видеоға түсірдік. Дронмен де түсірдік. Ғажап жер. Камера жеткізе алмауы мүмкін, бірақ келіңіздер.
Алтайға келдік. Алтайдың ең керемет жерлерінің бірі Қаракөлдеміз. Енді Құдай қаласа Мұзтауға барамыз. Рахмет. Мына жерде қазір біз нетін жылқылар. Жылқылар. Қалай отыр аға? Керемет. Қаракөлдің маңында көтеріп жатырмыз. Отряд отпадает. Прямо. Алдармын, сақалымды қалдармын. Сақал түгіл мұртта жоқ шайтанды да. Алдар көсе арамызда жүргенде. Көзілдерге бар алдар көседі. Керемет. Ағатқа келдік. Әлі алда біраз болар. Ордай күшті деп айтпаймын. Айта беріңіз, просто блок қой. Енді әртүрлі адам келгеннен кейін әр адамның тілін табуға тырысасың. Қандай жағдай болмайды. Ол және біреу атқа отыратын болады. Көбінде әйел адамдар келеді. Әйел адамдар. Одан ана әйел адамдар болғанда жас қыздар емес. 50-ден асқан әйел адамдар болады ғой. Қодар келеді ғой. Онда кейбір әйел адамдар ғой шетелден келген. Атқа отырады, жүгін байлап бересің. Сен ана тілін білмейсің ғой. Ақырын деп айта алмайсың. Желіп кете береді ғой оған. Иә. Желе чабап кете береді. Одан кейін оның тоқтату үшін өзің бірге чабып барып ананың алдына түсіп баяғы. Ары қарай жол өйтуге болмайды баяғы ымдайсың. Иә. Келдеген айтасыз. Керемет көрініспен кетесіз. Барша қазақстандықтарға жалды сәлем. Сатанлар ойдан. Ой. Шабандоз келіп жатыр, шабандоз. Атқа мінгеннің пайдасын айтып берсеңізші. Атқа мінгеннің пайдасы? Иә. Пайдасын айтпай-ақ қойын енді. Жалпы, мынау өшіректерге, омыртқаға, қимыл қозғалысқа, тірек аппарат жүйелеріне ең үлкен пайдасы бар ғой. Қазіргі кезде сал аурулардың көпшілігін осындай атқа мінгізу арқылы емдейді. Сондай. Қалай болып жатыр? Жақсы, керемет. Жоқ. Бірақ ат жорғайық. Жорғайық екен аты. Үлкен дейді арасында. Осы жердің аты екен да бұл. Көп алыстан кетті. Мына осы жерді екен. Тың ба екен? Басып қаратады. Әдемі жүріп кетіп жатырмыз. Табиғатты көрейік. Қараңдасын. Адақ қойын алды. Не айтасыз? Табиғатты көрейік.
поселкемен жол жүру деген өте ауыр екен. Байлар ұстап келе жатыр ма? Теңіз деңгейінен 1700 метр биіктіктеміз. Жақтың табиғаты деген керемет еді. Ана жақта өзен бар, бұлақтар бірдеңе бар. Мәссаған, мынандай ғажап өзен бар екен. Өзенді қараңыздар. Өте ғажап. Түсі де ерекше еді. Қазірде өзеннің ағысын болған әрең еттік. Түміз суды. Шықпай әтеуір. Анамызда қалмай өтіп алдық. Сұмдық. Қараңыздар. Көктемде қарғыннан ағыз бар екен ғой. Енді біраз қиындық көріп отырмыз. Аяғым су еді. Өсіп қалды. Жаурап отыр енді аяқ. Давай. Шып. Өсті. Межеге жетіп алған соң аяқ киім ауыстыру керек. Денсаулық керек. Тақаны ғой мынау дейді. Чып-чып. Шүкір Аллаға жеттік межеге. Ой, енді әжіп көй шашатты енді. Күшті керемет. Ағымыздың түрі мұнау. Жетіп алып кісіне батыр ғой. Мына жақта қарды бар. Енді Алла қаласа жоғап қылмай ұйықтасақ болғаны. Чу.
алыстап ойланам. Ал кетті. Нұрлы бейнең қандай жарқын, арманысың қандай жарқын, шынарым ай сен мөлдірсің еркем, тау бұлағында сен мөлдірсің еркем, өзіңмен арыстым, бойымда таныстым, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жаз еді бұл күнде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Aşağı dedim. Suға toymаған аш. Жолдың бәрінде шөп. Нанды көбірек қосасыз ғой, бірге. Нанды көбірек қосамыз. Төртеуін салып алыңыз, табақ қылам бәрін бір. Қойсаңыз жерге ұстаңыз. Қазір біз төртеуіміз жесек 12 адам қалады, 12 адам қалады. Анада бар. Бара жатырмыз. Көріп қайтайық енді. Барлығы не таснау. Сұмдық. Әдемі кітап. Көріп жүрсең не? Ғажап. Мына жерде шыққан өз ойымыз екен.